Сәлем достар, арнамызда әлемдегі ең ерекше балаларға байланысты видео шықпағалы көп болды. Әлемде кәмелеттік жасқа толмаған, бірақ миллиондаған табысы бар балаларды білесіз бе? Назарларыңызға кішкентай болса да, әлемдегі ең бай адам атанған балалар жайлы видеоны ұсынбақпын. Видеоға лайк басуды ұмытпаңыздар. Валентина Палома Пино, 11 жаста, дәулеті 12 миллион доллар. Миллиардер Франсуа Анри Пино мен актриса Сальма Хайектің сүйкімді қызы бос уақытын өзін-өзі дамытуға арнайды екен. Ол 3 тілде еркін сөйлейді. Бос уақытын көбінесе Сен-Бар аралында өткізеді. Валентинаға әкесі Лос-Анджелестен 12 миллион доллар тұратын үйді сатып алып беру үшін ай сайын қызының шотына 50 мың доллар аударады. Нокс және Вивиан Джоли Питт, жастары 9-да, дәулеттері 67 миллион доллар. 2008 жылы Брэд Питт пен Анджелина Джолидің егіздері дүниеге келгенде, сәбилердің ең бірінші суреті 14 миллион долларға сатылды. Вивиан мен Ноктың ата-анасы Голливудтың ең беделді, жалақысы жоғары жұлдыздары болғандықтан, балалардың бұл тізімге енгендігі таңғаларлық жайт емес. Сури Круз, жасы 11-де. Сури Круз, актер Том Круз бен Кэти Холмстың қызы. Әлемдегі сәнқой балалардың тізіміне енген Сури киім-кешегіне 3 миллион доллар жұмсайды екен. Бір ғана мысал, оның Dolce Gabbana'дан алынған күртешесі 2140 доллар тұрады. Қыздың жеке қазына мүлкі 270 миллион долларға бағаланады. Ханзада Георг Александр Луис, 3 жаста, дәулеті 1 миллиард доллар. Британ тағының 3-ші ұрпағы тәжімен қоса өте үлкен байлыққа кенелмек. Тек әкесі жағынан Георгқа миллиард доллар құрайтын активтер беріледі. Корольдік отбасыда туудың өзінің артықшылығы бар. Балақай өскенде, бас монарх болмаса да, жылда мемлекет қазынасынан оның шотына 400 миллионға жуық қаражат бөлініп отырады. Ханзада Мулай Эль-Хасан, 14 жаста, дәулеті 2,5 миллиард доллар. Марокко королі 5-ші Мұхаммед пен Лала Сальма ханшайымның ұлы алдағы уақытта әкесінің орнын басып, Европа мен Африка үшін маңызы саналатын елдің королі атанады. Дәстүрге сәйкес, жуық арада бұл бала әкесінің 2,5 миллиард доллары мен отбасылық компанияға тиесілі бақылау пакетінің 60%-на иелік етеді. Назарларыңызға рахмет. Әлемде осындай да қызықтар болады екен. Бірақ менің ойымша, дүниедегі ең үлкен байлық ол ең алдымен сіздің жүрегіңіздегі иманыңыз және деніңіздің саулығы, ата-анаңыздың амандығы, әрдайым отбасыңызбен бірге бақытты болу. Егер де сіздерге осы видео ұнаған болса, лайк басып арнаға жазылыңыздар. Және мына жердегі қоңыраушаны басатын болсаңыздар, біздің видеоларымызды алғашқылардың бірі болып көретін боласыздар. Сіздермен бірге болған Q-Life арнасы.